Челекайдегі шибіргі 9-ынжы қысқы универсиады оды Ағбан городың орымаларын жайыштқан. Басталған ол республикадағы музей культура күнінде. Эстафета одын пөзік шедігілерге шеткен шибіргі 2 спортсменге апарырға үліс түскен. Ең бастап ана апарған құрлық көрісші телекай чемпионы Татьяна Зырянова. Олыңай көрісші Европаны чемпионы Татьяна Карамчакова базада басқызы. Аны Ағбан городың пастағы май ашығынзар шетірген олыңай көрісші спортузы Наталья Малышева. Прайзы аны әзік аясабызның поғыдар қыстық үннің ұдырлан. Ағбан тапу ашықты телекайдегі шибіргі 9-ынчы қысқы универсиады оды азық метке шытқан. Студенттер ойынарының оды пүл шибіргі сентябрді ырықы Италияда тамызылған. 4 ай арызына ол Россияның 17 городын жайыштып Хакасия шытқан. Де ол 4200 метр ырықыны тобырған. Город алғайындағы 30 тамызарға спортсменге Хабасхан правительство князінің орынжызы Богдан Павленко. Ағбан спортың елбек проектінде қысқы универсиада күйкіскен оттың халғын шардығында араласша. Анзы Хакасия уға олығы танығы. Николай Булакин, біздің городыбыз читерге пай, мұнда өдік университет бар. Аныңар пөзік шедігілерден шол азық тіп шоқтанған. Бер келген кізлерге де спорттың мұнда ұлық байырымы шапсық білдірді. Мен бастағызыны мұндығымеге жүрдісті үліс түс барған ұғатын өртшім, что біздің түрен жиріпсе Хакасизерім бұл эстафета оды жеткен үшін. Немі өртшім біздің спортсменердің үшін, студенттердің үшін, амды сақчым прайзы, наверное, Красноярск барылыр, я Красноярский зәқықшелер. Аныңарымеге үйіріністік. Қысқы универсиаданың оды Ағбан аңзағары Қызылжарзар шетірілген. Телекайдегі шибіргі 9-ынчы қысқы универсиада анды 2 март аңзағары 12 мартқа тері барар.